Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Набухадоносор патша ұйықтай алмады. Ол төсекте мазасызданып жатты. Ақырында ол қызметшілердің бірін өзіне шақыруды шешті. Уа патша, мәңгі өмір сүріңіз. Мен сізге қалай қызмет ете аламын? Тез арада менің барлық кеңесшілерім мен көріпкелдерімді шақыр. Мені қатты мазалайтын түс көрдім. Маған оның мағынасын айтыңдар. Ұлы мәртебелі, сіз бізге түсіңізді айтып беріңіз. Сонда біз сізге оның мағынасын түсіндіреміз. Ей, жоқ! Сендер маған бұл түсті айтып берулерің керек. Мен сендерге бұйырамын. Түс пен оның мағынасын айтып берсеңдер, сендерді марапаттаймын. Олай болмаса, мен сендерді өлім жазасына кесуді бұйырамын. Ұлы мәртебелі құлдарына түсін айтып берсін. Біз оның мағынасын түсіндіреміз. Мұның бәрі бос сөздер. Сендер жай ғана уақытты созып жатырсыңдар. Біз түс жоруды білеміз. Бірақ сіздің қандай түс көргеніңізді айта алатын адам жер бетінде жоқ. Бұл мүмкін емес. Мен барлықтарыңды өлім жазасына кесуді бұйырамын. Бұл оқиға Даниал мен оның достарын таң қалдырды. Бірақ Даниал қорықпады. Мұндай сұмдық үкімнің себебін біліп, ол достарына барды. Біз сыйынуымыз керек. Біздің Құдайымыз бәрін біледі. Ол бізге патшаның құпиялы түсін айтып бере алады. Оларға тек Құдай ғана көмектесе алатын еді. Және ол көмектесті. Ол Даниалдың түсінде патшаның түсін көрсетті. Сен керемет Құдайсың, рахмет саған. Сен бәрін білесің, және дұғаларымызға жауап бересің. Даниал өзін патшаға апаруын сұрады. Сен маған шынымен түсімді айтып бере аласың ба? Патшаның бұл бұйрығын орындауға адамдардың еш қайсысының күші жетпейді. Бірақ тірі Құдай барлық құпияларды аша алады. Ол сенің түсіңде болашақта не болатынын айтты. Патша түсінде үлкен және қорқынышты пұтты көрді. Оның басы таза алтыннан жасалған. Бұл сенің патшалығыңның ең ұлы және ең күшті екенін білдіреді. Ал сенен кейін басқа патшалықтар келеді. Олар кішірейе береді. Соңында патшалық екіге бөлінеді. Сонда Құдай өзінің мәңгілік патшалығын орнатады. Бұл түс пайғамбарлық түс. Сенің Құдайың патшалардың патшасы. Бұл түстің жорамалына патша таң қалды. Ол Даниалға көптеген сыйлықтар беріп, оны байытты. Ал ары қарай не болатынын келесі шығарылымда білетін боламыз. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.